Тамара апай. Әңгіме. Тамара апай ұйқысынан кенет оянып кетті. Таң атып қалған екен. Жұмысқа кешігетін болдым-ау деп ойлап үлгергенше болмады. О, Құдай-ай, бүгін күн жексенбі екен ғой, деді ұмытшақтығына наразы кейіппен. Күйеуіне көз қиығын салып еді, ол алаңсыз ұйықты екен. Тағы да аздап көз шырымын алмақ болып еді, көзі қайта ілінбеді. Амалсыз орнынан тұрды да сыртқа беттеді. Күндегі әдетімен пошта жәшігін ашып, газеттерді ала бастап еді, арасынан көгілдір телеграмма жерге сусып түсті. Самарқау ғана иіліп, асығыс көз жүгіртті. Күбірлеп оққан сайын ұйқысы шайдай ашылып, жүрегі өрекпей жөнелді. Мама, 1 май күні самолетпен ұшып келеміз. Сәлима. Соңында рейс нөмері, уақыты, күні көрсетіліпті. Жазуға сенбегендей тағы бірнеше қайта оқып шықты. Көңілі елжіреп, қызым, күнім, деді толқып. Сағынып қалғанын аңғарды. Сол күйде үйге кіріп, күйеуін әрлі-бері жұлқылап еді, ол ұйқы ояу қалпы. Келсе келеді де күтіп аламыз ғой, деді. Әй, сенде әкелік мейірім жоқ, деді Тамара апай күйеуінің қуанышты хабарды сонша селқос қабылдағанына ренжіп. Сәлима Тамара апайдың жалғыз перзенті. Қысқасын айтқанда, ұлы да, қызы да. Ол Сәлимадан кейін құрсақ көтерген жоқ. Әрине, көп бала болудан қашқан емес. Осы күнгі кейбір әйелдердей, бірақ денсаулығы көтермеді. Сондықтан бар аналық махаббатын Сәлимаға үйіп-төге салған. Жарық дүниеге келгеннен бастап барынша әлпештеді. Қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға жоқтырмай дегендей мәпелеп өсірді. Қызмет бабы солай болғандықтан ба, күйеуі қызының тәрбиесіне онша араласа қойған жоқ. Бірақ соның өзіне де қызынан бар мейірім аямайтын. Обалы не керек? Қызы теріс қылықсыз, ибалы, көргенді болып өсті. Тамара апай кейде жұрттың еркегі қолы қалт етсе, ұл-қызын мойнына мінгізіп серуендетеді, ал сен ылғи жұмыс дейсің де жүресің деп күйеуін қажап қоятын. Тумасынан сабырлы күйеуі, сен бар емессің бе деп езу тартатын да қоятын. Сәлима 10 класты аяқтар алдында тағы да сол әуенмен. Өзге жұрт балаларын жоғарғы оқу орнына түсіруге әлден қамданып жатыр. Ал сенің қаперіңе ол да кіріп шықпайды деген. Күйеуі тағы да, өз қалауы білейді, деді қысқа қайырып. Сәлима мектепті жақсы аяқтады. Жеке пәннен үздік оқыған үшін грамота алды. Аттестат. Мама, папа, мен пединститутқа барамын, мұғалім болғым келеді деген. Әкесі келіскендей сыңай танытып үндемеді. Тек Тамара апай, мұғалімдігі құрсын. Бүгінде мұғалім болу қиын ғой. Қазіргі мектептің балалары бал емес, шеттерінен бұзық тентек. Жүйкеңді ерте тоздырып қайтесің, деді қызының қалауына көңіл толмаған білдіріп. Мама, өзім мұғалімдікті ұнатамын. Қазіргі балалар дейсіз, олар да мына мен сияқты емес пе, деді қызы еркелей мойнына асылып. Содан оқуға аттанатын күнде келіп жетті. Бөтен жер, бөтен қала ғой. Оқуға түскенше басқасында болып күйеуі үгіттеп бастап еді Сәлима. Ту, мама, мен сәби емеспін ғой, оның үстіне қазір науқанның әбден қызған шағы, өзім-ақ бара беремін. Солай емес пе, папа, деді. Мейлі, өзің біл, деген папасы. Тамара апай тағы да. Өзге ел баласын өздері жетектеп барады. Сәлимаш өзі барғанда оқуға түсілер деймісің? Бұл күнде таныс керек, құлап қайтып келер деп сенімсіздік білдірген. Мама, көрте тұр, осыдан оқуға түсіп келмесем бар ма? Дегенді. Сәлиманың өжет сөздері ұшқын шашып. Көп ұзамай құлаған балалардың алды ауылға келіп те үлгерді. Біраз уақыт өткен соң қызы бір күні көктен түскенде жетіп келді. Тамара апай алғашында аптырап қалған. Сәлиманың жүзі бал-бұл жайнап, мама, папа, мен оқуға түстім деп екеуін алма-кезек беттерінен сүйіп. Содан үшеуі қуаныштан таңға дейін көз ілмеген. Қызы 2-3 күн үйде болып, сосын оқуына қайта кетті. Әне-міне дегенше 3 курсты аяқтады. Соңғы келгенде Тамара апай қызының есейіп қалғанын аңғарған. Өзге аналар секілді бой жетіп келе жатқан қызын құтты жеріне қондырсам деп армандап қоятын. Өздері беделді қызметкерлер. Осы күні қай тойға барсаң да, құда пәлен қызметте, құда түген қызметте деп лауазымы жоғары сынайтын болып алды жұрт қой қазір бәрінде. Соның әсері ме,
болашақ құдаларының беделді адамдар арасынан болғанын қалай бастаған. Бірақ онысының құр пендешілік екеніне онша мән бере бермейтін. Уақыт өте келе бұл ой берік шешімге айнала бастаған. Оған себепкер болған нәрсе қызының соңғы бір келгенде айтқан әңгімесі. «Мама, мен саған бірдеңе айтпақ едім» деген бөгеліңкіреп. Бұл әңгімені Тамара апай тыңдағысы да келген, тыңдамағысы да келген. Тыңдағысы келген себебі перзенті жан сырын анасына айтпағанда кімге айтады. Тыңдағысы келмеген себебі Сәлиманы жат жұртқа қимады. Ол кетсе бұл үй қаңырап бос қалатындай, бар қызықты өзімен бірге ала кететіндей. Бірақ ерте ме кеш пе осылай болатыны даусыз. Оған да мойын ұсынған. Оның үстіне қызын сыңайлап жүрген жері бар. Біраз ойланып барып, «Иә, ол не әңгіме?» деді онша мән бермегендей түр танытып. «Мама, мен тұрмысқа шықсам бола ма? Өзіммен бірге оқитын жігітті ұнатамын. Есімі Қайрат», деді қызы күмілжіп. «Қызым-ау, саған әлі ерте емес пе? Жігіт деген осында да жетеді. Сенікі балалық шығар, оныңды қой, жақсылап ойлан», деді. «Мама, о не дегенің? Екеуміз бір-бірімізді ұнатамыз. Мен оны келесіде ертіп келіп папаммен өзіңмен таныстырамын», деді Сәлима. Қызының сол жігітті шын ұнататынын райынан қайтара алмайтынын сезген Тамара апай жігіттің жай-жапсарын сұрай бастады. Соңғы кезде жүрегі оқтын-оқтын шаншып сыр беріп жүрген. Бір-екі рет қысылып қалғаны барды. Онысынан күйеуі де қызы да хабарсыз еді. Әлгі жігіттің балалар үйінде өскендігін, туыстары жоқтығын естігенде, не дейсің, күнім-ау, не істегенің бұл? Ертеңгі күнің қалай болады?» «Жоқ, мен мүлдем қарсымын» деп отырған орнынан тұрып кеткен байқамай. Сөйтті де жүрек тұсын қолымен басып, столдың тартпасынан қарманған күйі «Дәрі» дей берді. Аңтарылып қалған қызы жағдайды тез түсініп қолтығынан сүйей беріп, «Қазір» деп дәрі салған қорапты асығыс ашып. Тамара апай біраздан кейін есін жиды. «Қызым-ау, ертең елдің бетіне қалай қараймын? Пәленшенің қызы ешкім жоқ қайдағы бір тұлдыр жетімге тұрмысқа шығыпты десе өлім ғой», дейді сөзін жалғастырып. «Мама, неге түсінбейсіз? Ол өте жақсы жігіт, мейірімді, кішіпейіл. Мен үшін одан асқан жан жоқ. Жетім қалғанына ол кінәлі емес қой». Жоқ, айтпа. Қайталап айтам, мен үзілді-кесік қарсымын. Мені шын құрметтейтін болсаң, сыйлайтын болсаң, бұлай ете көрме», деді даусы қатқылданып. Қызы мен анасы осылайша мәмілеге келе алмаған. Сол жол Тамара апай қызын жолға шығарып саларда жылы қабақ танытпады. Онысы айтқаным өз күшінде қалады деген еді. Қызы көз жасы мүлт-мүлт етіп мойнына асылғанда көңілі сәл басылса да сыр бермеуге тырысты. Көп ұзамай Сәлима дипломын алып әлгі жігітте ерте келіпті. Одан да жүзі жылмаған. Жігітке назар аудармады да. Бір бөлмеге кіріп бас көтермей жатып алды. Қызы мен әлгі жігіт әңгімелесіп жүр. Үйдің ішін ретке келтіріп жүрген болу керек шамасы. Қызы: «Мамам кейін кездері сырқаттанып жүр, содан ба, мазасы жоқ. Әйтпесе жақсы кісі, кейін жақырақ танысасың ғой, Қайрат», деп мұның тоң терісін мінезін жуып-шайып жатыр. Бұған сәл бозаңси қалып еді, бірақ қызының анау ешкімі жоқ жетім жігітке тұрмысқа шығуы мүмкін екенін есіне түскенде қайтадан қытайып сала берді. «Олай болса қалаға апарып дәрігерге көрсету керек қой», деді жігіт қамқор үнмен. Мұны естігенде Тамара апайдың көкейінде бәлек бола қалуын, әп-әдемі қыз, беделді қайын жұрт, дайын жасау, ол жағымпазданбағанда кім жағымпазданады деген ойлар келе қалды. Бір сәт үйде қуып шықсам ба екен деп те оқталды, бірақ оны өзіне лайық көрмеді. Кішкене мән-жайды естіп білген күйеуі бірін-бірі ұнатса бопты, одан өзге не керек? Ашуыңды бас деп басу айтты. Одан да той-қамын жасайық. Енді ол да өз баламыз емес пе? Мен жұмыстан 3-4 күнге рұқсат алайын, деді ештеңе болмағандай. Тамара апай: «Жоқ, сен оны қалай күйеу бала етпексің? Өз абыройыңды ойладың ба? Қыз менің қызым емес, сенің қызың. Тойды қалай өткізесің, солай өткіз. Онда менің шаруам шамалы», деп тас бүркеніп жатып алды. Әйелінің тулап-тулап басылатын мінезіне күйеуі әбден үйренген, үндемей кетіп қалды. Тойдың боларына анық көз жеткен соң Тамара апай лажсыз көнген. Әне-міне дегенше той болатын күнде келіп жетті. Күйеу екеуі үлкен тойдың төрінен орын алған. Тойдың аты той емес пе?
жұрт көңілді. Тамара апай бұл тойдағы жалғыз ғана көңілсіз жан. Сөйтті де соған қамықты. Мен бұларға ылғи жақсылық тілеумен келем. Менің кінәм не? Жоғал демекі дұрыс емес пе? Олай болуы мүмкін емес, деді қызы мен күйеуінің есін алып. Бірауық тойға келген жұртты көзбен шолып еді, өздерінен сәл төмендеу отырған алыстан келген екі абысын көзі шалып қалды. Қызу әңгімеге кірісіпті. Осы тойдың басында той басқарушы құдалар жағын той дастарханына шақырғанда ол жаққа тек қыз-жігіттер беттеген. Араларында егде кісілердің неге жоқ екенін білгендер үндемеді, білмегендер «Немене, құдалар әлі келмеген бе?» дескен. Жаңағы абысындары күйеу баланың жағдайын кейінірек білген болу керек. Бір-біріне «Үйбай-ау, күйеу баланың ешкім жоқ көрінеді. Жақсы қыз еді, жігіттің аузының салымы бар ма екен?» деп жатқандай. Осыны ойлап Тамара апай, надан асқан қорлық бар ма? Жұрттың осылай мазақ етіп күлерін білгенмін дегенше болмады. Жүрек тұсы шаншып ала жөнелді. Отырған жерінде сылқ ете түсті. Алғашында байқамаған жұрт ошарылып қалды. Біреулер дәрі, біреулер су әкеліп абыр-сабыр болып жатты. Тамара апай есі кіресілі-шығасыл күйде әлгі абысындарының «Қайтсын байғұс, қанша қарсы болса да қызы көнбепті ғой» деп жатқанын еміс-еміс естіген. Енді ғана қызып келе жатқан тойдың шырқы бұзылды. Жұрт біртіндеп тарай бастады. Кейбіреулердің ерте қайтқанына сыпайылықпен өкпе білдіріп жатты. 3-4 адам Тамара апайды қолтықтап әкеліп төргі бөлмедегі үлкен кереуетке жатқызды. Жүзін көз жасы жуған қызы бөлмеге кіріп, «Мама, кешірші, мен кінәлімін» деп төсіне басын қойып аймалап сүйіп жатыр. Тамара апай сонда да жібімеді. Жақтырмағандай бір қырына аунап түсті. Ол шарасы шығып кетті. Ертеңіне қызы мен күйеу баласы жолдамамен бөлінген жұмыс орнына жүрмек болып жиналды. Қызы, «Мама, қалайсың? Сен жазылғанша күте тұрайық па, әлде кете берейік пе?» деді. Тамара апай олардың шаруасы жоқ кісідей үндемеді. Қоштасарда қызы, «Мама, сау болып тұр, хат жазып тұрамын. Міндетті түрде келеміз кейін. Емделіп өзіңізді күтіңіз» деді. Қызы сол кеткеннен үзбей хат жазып тұрды. «Қайрат сәлем айтып жатыр» дейді тағы бір хатында. Міне, ойлап қараса, содан бері аттай 1 жыл өтіпті. Уақыт қандай жылдам. Кеше ғана сәби еді, мектепті, институтты бітірді, тұрмысқа шықты. Ал көңілінде сол баяғы сәби қалпында. Тамара апай осы 1 жылдың ішінде көп ойланған, көп толғанған. Қызы мен күйеу баласы келер күннің алдында түні бойы ұйықтай алмады. Көз алдынан ақ көңіл, аңқылдаған қызының бейнесі кетпей қойды. Сәби кездегі қылықтары есіне түсе берді. Ерте тұрып қамдана бастады. Бір сәт сырттан машина күреу естілді. Терезеден сыртқа көз тігіп еді, машинадан түсіп жатқан қызы мен күйеу баласын көрді. Көрген бетте іркіліп қалып еді, бір күш сыртқа жете жөнелді. Олар Тамара апайды көрісімен араларында ештеңе болмағандай «Мама, мама» деп екеуі бірдей ұмтылып құшақтап сүйе бастады. «Қарақтарым, құлындарым» деп өзі аймалап жатыр. Екеуі кезек-кезек жай-күйін сұрап бәйек болуда. «Сендер отыра тұрыңдар, мен қазір» деп сасқалақтаған ас үйге кетті. Кеудесін қуаныш кернеп кетті. Асқамдап жатып күйеу баласын ойлады. «Ол да мама деді ме, Құдай-ай, қандай тас жүрек едім, өз баламнан кем бе? Қалайша түсінбей келгенмін». Сәлимаш та талай рет көз жасын төкті. «Құлыным-ау, обалыңа қала жаздағам екен ғой» деді өзегін өртеген өкінішті үнмен. Үйде болған 3-4 күн ішінде үйді ақтап ретке келтірді. Тамара апай қызымен болған сонау қолайсыз әңгімені, шырқы бұзылған тойды есіне алып, олардың алдында өзін кінәлі жандай сезініп жүрді. Содан ба шешіліп те әңгіме айта алмады. Ал олардың жүзінде ешқандай реніштің ізі жоқ. Қайта мамалап, төңірегінен шықпай зыр қағады. Тамара апай осы күндердің қалай зымырап өткенін де білмей қалды. Екеуі қайтуға жинала бастаған. Қызына «Анан ал, мынан ал» деп бәйек болып еді ол. «Мама, ештеңенің керегі жоқ, өзіміз-ақ реттейміз» деді. Қоштасарда Тамара апай, «Ал құлындарым, аман болыңдар» деді діріл аралас үнмен беттерінен сүйіп. «Мама, бізге қонаққа келіңіз, әйтпесе өкпелейміз» деді екеуі қосарлана. Барамын» деді Тамара апай енді бір ауыз тұрса жылап жіберетіндей. Қол ұстасқан екеуі ұзап бара жатты. Қызы анда-санда бұрылып қол бұлғап қояды.
тамара апай екеуінің соңынан көпке дейін көз алмай қарап тұрды. Жанарынан өткенге дейін өкініш пен бүгінгі күнге қуаныш сезімдері аралас мөлдір тамшылар жерге үзіліп түсіп жатты.